Құдайдың атынан білімсіз сөйлеу ол өте үлкен күнә және Құдайға жабылған жала болып есептеледі. Мұны санкция механизмдерін дінде, шариғатта сөйлеу қақы деген нәрсеге санкцияны кім беру керек? Мысалы, Құран кез келген адамға діни салада сөйлеуге жол бермейді. Құранда білімсіз Құдайдың атынан сөйлеу Аллаға серік қосумен тең деп айтылады. Сол үшін Құдайдың атынан білімсіз сөйлеу ол өте үлкен күнә және Құдайға жабылған жала болып есептеледі. Енді санкция жүргізу үшін сен сөйле, сен сөйлеме дегендей. Әрине қазір әлеуметтік желілер заманы, ақпараттық заман дегенмен ғылыми авторитетпен ол нәрселердің барлығын жауып тастауға болады негізінде. Егер зайырлы мемлекетте осы діни анықтылыққа жауап беретін біздің діни басқармамыз ортаға шығып, сіздің айтқаныңыз қақыңыз жоқ, сізде діни біліміңіз бар ма? Құдайдың атынан біліммен сөйлеп жатсыз ба? Немесе білмей сөйлеп жатсыз ба? Бұл өте маңызды мәселе. Бұрын осындай санкция механизмдері болған. Мысалға, ислам әлемінде имам Бухари секілді атақты ғалым, хадис жинағының ең мықтысын жазған ғалым, бұл Ирак еліне келген кезде сол жақтың ұстаздары, сол жақтың ғұламалары бұл кісіні сынақтан өткізеді. Кәдімгідей 100 түрлі сұрақ сұрайды. Одан кейін ғана өзінің былай айтқанда ақпараттық алаңына доступ береді. Бізде ижаза деген осындай санкциялау механизмі бар. Яғни сіз өзіңіздің ижазаңызбен дәлелдеу керексіз. Ол енді дәстүрлі, анау орта ғасырлардан бері келе жатқан санкция механизмі. Көрдіңіз ба? Ал енді қазіргі таңда бұл санкция механизмдері біздің елімізде өкінішке орай жоқ деуге болады.